Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай жұмсақ, сынбайтын, езілмейтін лаваштар жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, өте әдемі әрі жұқа болып шығады. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Бір пиала суымызға тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып алатын боламыз. Тұзымыз толығымен еру керек. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде бізде салқын су, қайнаған су емес. Одан кейін осындай пиалаймен, кесемен 3 кесе ұн салып, жақсылап отырып, араластырып отырып, орташа қамыр илейтін боламыз. Жақсылап отырып илейтін боламыз. Қамырымызды қатып қалмау керек, жұмсақ та болып кетпеу керек. Осылайынан илеп, қамырымызды өте көп илейміз. Сонда біздің қамырымыз жайылуға, жұмыс жасауға бізге өте оңай болады. Ал осылай қамырымызды алып, целлофан пакетке салып, үй температурасында 30 минутқа қалдыратын боламыз. 30 минуттан кейін алып, бұны кішкентай зуалалар жасайтын боламыз. Менде әрқайсысы 35 граммнан болды. Осылайынан барлығын бірдей қылып, осылай дөңгелетіп, күлшелер жасап алатын боламыз, зуалалар. Одан кейін бетін жауып, және бір 5 минутқа қалдырамыз да, ұн сеуіп отырып, жақсылап дөңгелетіп, осылайынан бірінші басып шығатын боламыз. Бізге жаюымызға ыңғайлы болып тұрады. Барлығын осылайынан істеп алып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Үшеулеп жайсаңыздар да болады. Мен біреулеп жайдым. Екеулеп жайсаңыздар да болады. Арасына май жағып, екеулеп жайсаңыздар да болады. Мен барлығын ұн сеуіп отырып жайып алдым. Осылайынан екі шетінен басып отырып, жұқа қағаздай қылып лаваштарымызды жаятын боламыз. Осылайынан жайып, дөп-дөңгелек қылып жаятын боламыз. Осылай табамызды алып, қызып тұрған табанның үстіне осылайынан реттеп салып пісіріп алатын боламыз лаваштарымызды. Жұқпа деп айтқан баяғы апаларымыз, жұқпа деген қазіргі заманда лаваш дейді. Дойне жасайтын лаваш болған. Баяғыда апаларымыз, аталарымыз жұқпа көже жасап жеген осыдан. Бұл лаваштан түрлі тағамдардың рецептін жасауға болады. Дәл осылайынан аударып, айналдырып отырып, пісіретін боламыз. Екі жағын бірдей айналдырып отырып, қызығында мына бетін тастап, кейінгі келесі лавашты үстіне қойып пісіретін боламыз. Бізде өте әдемі лаваштарымыз шығады. Осылайынан барлығын айналдырып отырып, бір-бірінің үстінен қойып пісіріп алатын боламыз. Біреулеп пісірсеңіздер де болады. Мынау ыңғайлы болады, бір-біріне жабыспайды. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздерге ендігі видеода осыдан не жасау керектігін көрсететін боламын. Барлығын осылайынан пісіріп алып, ешқандай қорықпаңыздар, бір-біріне жабыспайды. Мінекей, бізде осындай сұлулық шықты. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен болған Бибайша. Сау саламатта болыңыздар.